Қазақта атбегілік атадан балаға жалғасқан текті өнер. Жүйрікті жазбай танып, бабын дәл табу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ертеректе оңтүстік өңірде атаңызға айналған Мақұлбек, Керекөлік Бежу, Жетісулық Бақай, Сіргелі Меңдеке сынды саңлақтар ел есінде. Олар тұлпардың тілін тапқан, дүбірлі доданың шаңын қаттырған нағыз атбегілер еді. Бүгінде ол асыл дәстүрдің арқауы үзілген жоқ. Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Шиен ауылының тұрғыны небәрі 18 жастағы Алдияр Уазизхан соның жарқын дәлелі. Жас болса да жүйріктің мінезін төп басып, бабын келтіруді меңгерген. Атқа деген сүйіспеншілігі мен табандылығының арқасында талай тұлпарды бәйгеге қосып, жүлделі орындарға іліктіріп жүр. Атпен айналысып жүргеніме 10 жылдай болды. 8 жастан бастап атқа чаптым. Қазір атты айнаймын, бапкер болып. Бұлардың күнделікті жұмысы беріледі, уақытылы тренировкасы, тамақтары, 2 мезгіл таңертеңгісін, кешкісін витаминдері бәрі беріледі, уколдары бәрі уақытылы салынады. Бұйырса бәйгеге дайындалып отырық. Қызыл дайындық болып отыр. Алдияр ат үстіне 8 жасында мінген. Бала күнінен шабандоз ретінде талай аламанға қатысып, осы уақытқа дейін бәйгеден 21 көлік ұтып алған. Бұл кез келген ересек спортшыға бұйыра бермейтін жетістік. Жүйріктің жүрісін, тынысын, мінезін жастайынан сезініп өскен ол соңғы 2 жылда атбегілікке бір жола бет бұрды. Қазір жас бапкер тұлпарлардың бабын табуға бар күшін салып жүр. Мен үшін ең үлкен бай Көкбастауда болған. Осы 2021 жылды. Bir günde 2 автокөлік ұтқам, 2 атпен. Шабандоз бала атты сезіну керек қой. Атпен бірге қозғалу керек, атқа дем беру керек, ол дем алту керек, атты айдайтын кезін күту керек. Атты сезініп отыру керек қой. Қазір жас бапкердің қарауында 15-ке жуық жүйрік бар. Әрқайсысының күтімі мен жаттығуы жіті бақылауда. Күніне 2 уақыт жем шөбі беріліп, 2 мәрте тазалығы қадағаланады. Жаттығу кестесі де нақты жоспарланған. Таңғы салқын мен жүріс, кешкісін шабыс, барлығы аттың бабын дәл келтіруге бағытталған. Айта кету керек, мұндағы жылқылар таза тұқымды ағылшын жылқылары. Бұл тұқым әлемдік бәйге спортында жоғары жылдамдығымен танылған. Мінезі сезімтал, қарқыны қатты болғандықтан оларға ерекше күтім мен кәсіби тәсіл қажет. Бұл аттың есімі Суықтөбе. Бұл айғыр. 8 жасар атты жасын тісінен білеміз. Мынау 8 жасар айғыр. Бұл алдыңғы жылы Қарағандыда 2 келген. Тайында қақта, құнанында сақта, дөненінде бапта, бестісінде бәйгеге қосып, бағын сына деген халқымыз. Сол ұстанымды берік ұстанған Алдияр секілді жас атбегілердің қатары көбейсе, текті өнердің тұғыры биіктей түсері анық. Бұл дәстүр үзілмей жаңа буынның қолында жаңғыра берсе, қазақ бәйгесінің де, қазақ рухының да мерейі үстем болмақ.